Ассаламу алейкум, урметлі серджелер. Бу UATV студияда Украина хаберлері. Бүгін сентябрьнің 12-сі салы күні. Шу вақытта Amnesty International тәшкілеті 8 елға макюм етілген Қырым татары милли меджлесі рейсінің муавины Ахтем Чайгозны аджеле суретті азат етмеге талап еті. Халқара құқық қорғау тәшкілетінде она қаршы махкеме кетішатының адалетсіз олғаныны қайдетелер. Amnesty International Украина мудирі Оксана Пальчукну сөзлеріне көре, Русия ишғалжа кемиеті шатларының дәлелері бойынша ве видео языларында көргені кебі инсанларының тынчыландырмаға ве зоборбалықның огыны алмаға тырышқан инсанны қапатып, Қырымда кене айрамларына кечере. Русияда қанунсыз суретті макюм етілген Украин режиссері Олег Сенцовны Иркутск шайранын СИЗОсындан Челябинске кетірділер. Бұны Иркутск велиеті Жемат Незарет комиссиясына эсасланып Интерфакс білдіре. Кечіру себеплері шымдылік белгісіздір. Хатырлатам, Ростов махкемесі Украин ватандашыны 20 елік қатты низам жазасына макюм еткен еді. Оны Қырымда терактларының азарлағанында қабатлайлар. Бір авто евелсі Сенцовны Якутсктан Иркутска кетірген еділер. Анда о сезон барындаки камерасында өз башына етқан еді. Халқара тәшкілетлар ішінің қалып етілмесіні білдіре. Ве режиссерны азат етмек талабынен Русияны тенқыт еті. Одесса велиет Девлет мемориетінің сабық башы ве Гурджистанның сабық президенті Михаил Саакашвилиге Девлет сынырының қанунсыз тарзда кечмесі аққанда мемори протокол берілді. Вақа Львивде жаған Мусафирханесінде олды. Саакашвили протоколны имзалады ве она ось итиразларыны қошты. Протокол Львив велиеті Мостис район махкемесінде сентябрінің 18-інде бақылajaq. Одесса Девлет мемориетінің сабық башы махкемеге кележегіні вады етті. Сентябрінің 10-ында Михаил Саакашвили ве оның тарафдарлары қанунсыз суреті Украина сынырындан кечкен еді. Бұл Одессе бойынша милли полиция жинайы ішні açты. Әрекетлері шахысларының сынырдан қанунсыз кечмесі ве акимиет емселжелеріне қаршылық көстерілмесі кебі таныла. Сыныр бекчелерінің мәліметіне көре шегіні кіріш нұқтасындан тахминен 60 инсан қанунсыз тарзда кечкен еді. Хатарлатам Саакашвили весиқаларының қайдетілмесі вақтында ялан мәліметіні бергені үшін июль 26-сында президент ферманы или Украин ватандашлығындан марум етілген еді. Азимкар миллет. Украин арбилері бұрын жекере азимкарлар ойынларында иштирак етежек. Киевде Спартак стадионында арби қызметшілер Торонтода сентябрінің 23-30 күнлері арасында кечірілежек ярышлар арфесінде идманларыны кечірді. Украин азимкарлары дүнияның 17 мемлекетінден кележек тақымлар или ярышажақ. 6 юнелішті атлетика, пауэрлифтинг, тренажерларда күрек чековы, ялдав, оқ атышы шоссе бойынша аяқ машина спорты. Украин тақымына 15 спортшы көре. Қайделерге көре, Шехзаде Гарри тарафындан тессіз етілген азимкарлар ойынларында яраланған арбилер иштирак еті. Украин арбилерінің идманларыны Украина президенті Петро Порошенко көзетті. Оце є элита України. Бұлар Украинаның ең итибарлы инсанлары. Бұл афта Торонтоға Invictus Games ярышларына кетежек Украинаның ең яқшы гвардиясы. Айтқан едім, бұл Русия истелесін тоқтатқан ве шимді Invictus Games ярышларында иштирак етмек үшін яны арби яраларға таба адым атқан балалардыр. Украинаны бүтін дүнияға танытажақлар. Ирма қасырғасы Флорида штаты Джексонвилде сонки 100 ел içinde эншедетлі сув басуыны мейданға кетірді. Бұны Америка қошма штатларының миллиметия қызметі білдіре. Шәр акимиеті инсанларға ғарқ олған сықықларға чықмамақ тәвсиеті. Ярдымға мұқтажыларны есе қапыларына, бияз кетенлеріні асмаға чағыра. Сонки мәліматларға көре Флоридада фелекет құрбанларының сайысы алтын инсаны тешкіл етті. Бүгінгі күнде Ирма қасырғасы тропики депрессия категориясына қадар зайыфлашты. Бұл күндері штатта күчлі яғмұрлар яғды.
Америка Кошма Штатларының иқтисадиятына Харвеве 20 қасырғаларындан олған зиян қарарнен 290 миллиард долларны тәшкіл етті. Бұл Экювеза Америка шіркетінің берген малюматыдыр. Малюматқа көре 20-нын кетірген зарары 100 миллиард долларны, Харве зияны есе 190 миллиард долларны тәшкіл еті. Әвел 20 қасырғасы Кариб хавузу мемлекетлерінде бұйық веранларны мейданға кетірді. Анда ән азындан 28 инсан әләк олған еді. 10 бинден зияда инсан әләк олды, да 24,5 бин инсан яраланды. Бұл бірлешкен милетлер тәшкілиятының инсан ақлары бойынша юқары комиссары идаресінің марузасына бинайын. Ату башланмасындан августның 15-не қадар құрбанларының сайысыдыр. Бұл умуми малюматтар. Ватандашлар, Украинар билері ве ишғалжелерді шу сыраға көре. Маруза тақдимінде БМТ незареті етінің башы Фиона Фрейзер қайдеткеніне көре, сонки 3 ай içinde vatandaşlık әәлесі арасында 26 инсан әләк олды, да 135 яраланды. Бұның әле құрбанларының сайысы августа артты. Умумен есе Украина шарқында атының башланмасындан берлі аман-аман 3 бин ватандаш әләк олды ве тахминен 9 бины яраланды. Фиона Фрейзерның дегені кебі қанунсыз сілялы тәшкілатлар БМТ незареті етінің азаларыны азатлықтан марум әтуф ерлеріне кірсетмей. İnsanlar münasibet alaka imkanlarından marum etile. Aileleri olarının bağlanmağa istegende red cevaplarını ala. Bu ameliyat ise insanların zoruna gayip oluvuna yol açabile. Авропа бірлігі ве Украина, Молдова, Гурджистан арасында мобиль бағның роумингені ләғу етмек. Шарқи ортақлық саммитінің арфесінде Авропа парламентінде дегер Авропа институтларына тефсиелер лейхасыны тақдим еттілер. Весиқада шу жүмледен Украина için ичтимаи ве иқтисади инфраструктураға шахси ве дәвлет етірімларының желп етілмесі бойынша яны ишанч фондыны тәшкіл етмеге тәклиф етілер. Шу сырада весиқада Украинаның Қырымдаки там мұстақылығыне Авропа парламентінің дестігі қайдетілген. Бұның еле Русияге низбетін яны жазаларны кірсетмек имкениетіді. Шарқи ортақлық мемлекетлерінің саммиті ноябрьның 24-інде кечірілежек. Америка Кошма Штатлары Пхеньянға қаршы жазаларны кірсеткенде, Русия еле бағлы шіркетлер Шимали Кореяға ермайны кетіре. Бұның ақында ақ евдің темсілжесіне әсасланып Вашингтон Пост яза. Малюматларына көре КНДРге зырури малве ермай мақсулаты 2017 сенесі баренден бір қач аслы Русия шіркеті тарафындан кетіріле. Ермай еле танклерінің Шимали Кореяға Владивостокове Русияның дегер лиманларындан йолай әділер. Вашингтон Пост мен басы шу вақытта есе Дональд Трампның мемориеті Пхеньянға қаршы жазаларға қол тұтқан еді. Бөлелікнен Русия КНДРге Америка Кошма Штатлары тарафындан иқтисади басқы көстерілгені вақытында ярдым еті деп айта ақ евнің белгісіз қалмаға істеген темсілжілері. Бүгін Киевның Тиджери санайы палатасының бинасында Шарқ Экспо 2017 сергісі açılды. Донбаста арби әрекетлерінің кечірілмесіне бақмадан анда Тиджери фааликның севесі юксек олып қала. Донецк ве Луганск велиетінің иш адамлары чешіт саларда муафақетлі бизнеслеріні ташлай. Тедбір мақсады ерлі әлі için ән иш ерлеріні артырмақтан ибареттір. Дей тәшкілетчілер. Сергей черчевесінде панель мұнақашалары, тренинг ве белі спикерлерінің мислиятлары планлаштырыла. Бүгін 5 мейданчық, санайы бақча бар. Весиқалары енді азырланылған. Авропаның әрбір илерілеген мемлекеті тек ярдым көстермесінде. Санайы бақчаның бірер мейданчығыны алсын. Бұны теклиф етеміз. Оның темсілчілігі зиярет варқасы олсын. О вақыт Донецк велиеті иқтисадиятның демонополизациясыны кечіре білежекміз. Урметлі серджілер, бұды қиқада біз сізлерінен сақлықлашамыз дады чо хаберлерні. Сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UATV или олыңыз сақлықнен қалыңыз. Көріш кенде.